приложениені монетизировать етудің бір жолы ішіне жарнама орналастыру. Ол жарнаманың қандай түрлері болады және қалай қойған дұрыс, қандай сервистер бар, мен қазір айтам. Жарнамалық орналастыру дегеніміз не? Жарнама дегеніміз мысалы приложение тұр осындай. Сол қандай да бір приложение маңызды емес не екені, соның ішінде реклама тұрады. Мысалға мына жерде бір баннерлік реклама, мына жерде реклама тұрады. Ортасында бір реклама тұрады. Қолданып келе жатасың, біраз уақыттан кейін экранға полностью бір реклама шығып кетеді, үлкен реклама. Бұны не үшін орнатады? Разработчиктер ақша табу үшін орнатады. Менде де кейбір приложениелерде реклама қойылған, кейде мысалға $20, $15 сондай рекламадан түсуі мүмкін. 50 мүмкін кейбір кезде. Енді оның жарнаманың түрлері көп. Біріншісі баннерлік реклама, ең неэффективный түрі. Кейбір специалистер айтқан дәл солай, мен жұмыс жасап көрген кезде көзім жеткен, ең неэффективный. Мынау реклама тұрғанмен, оның үстін баспайтын болса, ешкімге ештеңе төлемейді. Ол қандай жарнама болса да. Мына реклама бүйтіп тұрады, мына жерде қосымшаның контенті бар, адамдар қолданады, мынаны өте сирек басады. Басқан жағдайда ғана бізге ақша түседі. Екінші рекламаның түрі бар, бұл interstitial деп аталады. Ол деген сөз, қандай да бір приложение тұр, телефон, планшет, маңызды емес. Бүкіл экранға бір реклама шығып кетеді, полностью жабады. Сол кезде соны басатын адамдардың саны әлдеқайда көбірек болады. Сондықтан сондай реклама қоюға болады. Міндетті түрде сондықтан сондай реклама қоюға тырысу керек. Неге көп басады? Себебі полностью жауып тұрады экранды и солай. Бірақ бұны көп қойып керек емес. Мен мысалы талай приложениені көргенмін, сен де көргенсің ондай приложениені, сіздерде көп шығады, далбит етіп қоя береді и сосын нафиг дейсің де ол приложениені удалить етіп тастайсың, себебі қолдану невозможно просто. Арасында бір қолдануға болады. Мысалға Инстаграмға қандай да бір тексті форматировать етіп беретін приложение бар делік. Мына жерде ешқандай реклама жоқ. Мына жерге текст енгізеді, батырма тұрады. Батырманы басады, мына жақта дайын контент шығарып береді. Примерно 2 секундтан кейін сондай реклама шығады деген секілді. Және қайта емес. Мысалға примерно 3 рет басқан кезде біреуі шығады деген сияқты. Солай ойластырып көруге болады. Идея көп. Екіншісі, үшіншісі тағы бір өте мощный түрі бар. Ол енді мощный жұмыс жасайды өте. Бұл да сол экранды полностью жабады, бірақ бұның айырмашылығы бар. Бұл rewarded video әртүрлі аталуы мүмкін. Rewarded video деп тұрады біраз жерде. Бұл не деген сөз? Рекламаны қарайсың, сол рекламаны қарағаның үшін мына адамға, яғни скачивать еткен адамға бірдеңе береді. Мысалға, бір ойындарда болады, жүгіріп келе жатасың, мысалға бір бал жинайсың, бал жинағаннан кейін айтады. Екесе көбейтін келе ме? Мысалға 200 бал жинадың. Жарнама қарап, екесе көбейту деген батырма тұрады. Мынаны қарай басасың, жарнама көресің 30 секунд. Мынау 200 емес, мысалы 400 қылып аласың дейді. Мынаны басады и бір видео кетеді. Ол аяқталады, 400 қылып алады. Сол кезде мына рекламаны көріп қана қоймай, ол үстін басуы мүмкін. Көп жағдайда ол басады, сол кезде бізге көбірек ақша түседі. Айтуды ұмытып кетіппін, тағы бір жарнаманың түрі бар. Ол нативный реклама деп аталады. Бұл енді басқаларынан үлкен айырмашылығы бар. Баннерлік реклама болсын, interstitial, rewarded болсын, қолданушыларға кедергі келтіреді. Бұл кедергі келтірмейді. Ол қалай? Мысалға OLX сияқты приложение бар. Мына жерде объявление тұрады, мына жерде объявление тұрады. Астында тағы бір объявление тұруы мүмкін. Нативный деген осының арасында байқалмайды. Тіпті кейбіреулер оны байқамайды да. Мынау объявление, ал мынау жарнама. Мына жерде мысалы скачать, установить, подробно деген батырма тұрады. Осыны да қолдануға болады, егер контентный приложение болса. Егер Facebook'ты көретін болсаңыз, Instagram'ды көретін болсаңыз, мына жерде новыйдан бір фотолар тұрады, посттар, мына жерде реклама шығып кетеді арасында. Ол реклама, нативный реклама деп аталады. Жаңағы Facebook, AdMob, Apodil бәрімен сондай реклама орнатуға болады. Бұл схема понятны болса, қандай жарнамалық сервистер бар? Жарнамалық сервистер көп. Соның ішінде ең танымалдары AdMob сервисі бар, Facebook Audience Network бар және Apodil. Енді көп аталатыны және танымалдарының бірі. Мен осының үшеуімен де жұмыс жасап көргем. Facebook Audience Network туралы қазір айтам. AdMob сервисі бар, бұның үлкен минусы бар біз үшін, қазақстандық разработчиктер үшін. Егер приложениең қазақ тілінде болатын болса, сен бұл сервисті қолдана алмайсың. Басында мен білген жоқпын, бірақ қолданып жатырдым, сөйтсем болмайды екен. Орысша, ағылшынша немесе
осы приложение осыған қосылу үшін қандай тілде болу керек? Ол тілдер жазылған. Ол тілдер міне араб тілі, қытай тілі, ағылшын, неміс, француз, грек тілі, испанша, поляк тілі, көп өте, түрік тілі деген секілді. Бұл жерде пока что қазақша жоқ. Егер шығатын болса осы жерге, онда әрі қарай қолдануға болады. Менің ойымша мынаны қолдану әлдеқайда басқа сервистерге қарағанда ыңғайлы. Екіншісі, Facebook компаниясына Facebook Audience Network деген бар, қазақша приложениені монетизировать етуге болады. Бұл екеуінде қандай проблема бар? Мен мысалға мына осы AdMob қолданатын болсақ, біз Flutter разработчиктеріміз ғана Flutter'да приложение жазамыз. Flutter'ге арналған AdMob'тың өзінің SDK-сы бар, яғни жұмыс жасау ыңғайлырақ болады. Мына Facebook'та бұрын болмаған, қазір бір осындай SDK-сы бар, бірақ бұл официалды ма, официалды емес пе білмедім. Шамасы бұл официалды емес. Ал бұндайды қолдану әрине риск азырақ. Приложение үшін. Бұл обновление болмаса, приложение банға кетіп қалуы мүмкін, какой-то причинамен бір сол сияқты косяктар. Мен өзім бұны қолданам қазір. Пока что Flutter приложениеде пока что ешқандай проблема көрмедім. Екіншісі Apodil бар. Бұлардың қателеспесем Flutter'ге арналған SDK-сы бар. Бұрын мен жазып көрген, бұларға SDK шыға ма, шықпай ма деп. Шықпайды деп айтқан, бірақ кейін шығарды по идее. Бұның бір үлкен косягі болды. Мен қолданған кезде бұл сервистің мына екеуінен айырмашылығы, бұл агрегатор. Яғни біз мына жерде де приложениені қосып, мынағанда қосып, еще мынадан да монетизировать етуге болады. Бұның жұмыс істеу принципі мынадай, мысалы, бізге именно ең көбірек ақша төлейтін рекламаларды ғана бізге приложениеде көрсетуге мүмкіндік береді. Сол арқылы табысты ұлғайтуға болады. Мен байқаған қандай косяк болды? Почему-то бұлардың SDK-сын қолданған кезде Google-де жариялағаннан кейін біраз уақыттан кейін проблема пайда болады. Егер уақытында обновление жасамайтын болсаң, ондай риск болғандықтан маған ұнамай қалды бұл сервис. Себебі приложение банға кетуі мүмкін, немесе уақытша алып тастайды. Жаман жағдайда аккаунтыңды банға жіберуі мүмкін, вот сол кезде обидно болады. Бірақ қазір қарап көріңіз, мен де обязательно қарап көрім, қазір нелер өзгерді екен. Бұрын мысалға Google-дың ережелері басқаша болған, және бұл сервисте одан кейін біраз уақыт өтті, жетілген болу тиіс. Қазіргі уақытта мен Audience Network қолданам, жаңа айтқандай, примерно кейбір приложениеде $15-20 түсуі мүмкін. Ал енді мынадай сұрақ туындайды, ол приложениеден қанша ақша түсетіне неге байланысты? Әрине, қолданушылар санына байланысты. Егер көп адам қолданатын болса, приложениеңізді сонша көбірек ақша түседі. Және ол қолданушылар қай елден? Соған да байланысты. Егер Қазақстаннан болса, Ресейден болса, әрине аздау болады. Салыстырмалы түрде Германиядан қолданатын болса, немесе Америкадан қолданатын болса, сондықтан ағылшын тілінде приложение істеп, AdMob қолдануға болады, немесе Apodil, Facebook бәрі. Ағылшындар қолданатын болса, ол жерден әлдеқайда көбірек табыс түседі, тіпті аз пользователь болса да. Менде мысалы $20 түсетін болса, Facebook'тен примерно алсақ, әр айда әртүрлі шығады. Егер Америкадан кірсем, мысалға 100 болу мүмкін, немесе 150 деген сияқты, 200 мүмкін. Бұл түскен ақшаны қалай алуға болады? Ол өте қарапайым. Google-де де, мына сервисте де, мынада да ешқандай проблемасыз банкке перевод жасауға болады. Қазіргі жағдайда Қазақстанда ең танымал әрине қайсы? Каспий Goldқа шығаруға болады. Мынада мен шығарып көрдім, Каспий Goldқа без проблем жібереді. Мынадан да жібереді, бұдан да алып көрдім, Каспий Goldқа жібереді. Мынадан да жібереді, ешқандай проблема жоқ ол жағынан. Просто реквизиттерін жазасыз, қай банк, жаңағы ISVN номер болды сол сияқты не сұрайды, соны жазасыз, и әрі қарай проблема жоқ. $100 жеткен кезде жіберіп отырады. Мынау $100 сондай, мынауда $100 сондай, мынауда $100 сондай. Енді датасына келетін болсақ, мынау әр айдың 21-нен бастайды. Мынауда әр айдың соңында, мыналарда есімде жоқ, по идее соларда 21-нде. По идее солай 21-нде. Қысқасы ай сайын бір тексереді. Егер 100-ден асқан болса, ала салуға болады. Ал егер 100-ге жетпеген болса, әрине ала алмайсыз, 100-ге толғанша күте тұру керек. Кез келген адамға миының жақсы жұмыс жасағаны өте маңызды.
сондықтан оны жаттықтыру керек. Осыған арналған Vikium деген сервисті ұсынамын. Осы арқылы миыңызды жаттықтыруға болады. Сілтеме осы видеоның астында.